Саламатсыздар ма, балалар? Сабағымызды бастаймыз. 34-ші жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Елден алғыс алғанмын, мен бағбанмын. Бақ қызығы керек пе, кел балақай көмекке. Адамға тән шыдам күш, балаға тән ұнамды іс. Бағбан бала атансаң, айтам саған мың алғыс. Өлең кім туралы айтылған? Бұл жерде өлең бағбан туралы айтылған. Оған ат қой. Бұл өлеңге бағбан деп ат қоюға болады, немесе алғыс деп ат қоюға болады. 35-ші жаттығу. Жас бағбанның есіне тақырыбындағы нұсқаулықты әр қарай жалғастырып көр. Үстіңе қозғалуға ыңғайлы киім ки. Бас киім киюді ұмытпа. Бұл бірінші ереже. Екінші, еңбек құралдарын қалай пайдалануды үлкендерден сұрап ал. Бұл екінші ереже. Үшінші, құрал-саймандармен жұмыс жасағанда абай бол. Төртінші ереже. Қолайсыз ауа райында баққа кірме. Бесінші ереже. Жұмыс аяқталғанда еңбек құралдарын орнына қой. Құрастырылған нұсқаулықтан дара және күрделі етістіктерді тап деді. Дара етістіктер: ки, кірме, қой. Күрделі етістіктер: киюді ұмытпа, сұрап ал, абай бол. 36-ші жаттығу. Жұмбақты көркем жаз, шешуін тап. Шөпшілердің шөбін шашты, қалпағымды ала қашты. Жұмбақты көшіріп жазасыздар. Шешуі жел. Етістіктердің астынсыз дара күрделі екенін айт. Бұл жерде шашты, ала қашты етістік, дара етістік шашты, күрделі етістік ала қашты. 37-ші жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, тақырып бойынша әңгіме құрастырып жаз. Тақырып: сотқар мысық. Тірек сөздері: мысық, кірпі, көзі шалып қалды, қасына тақады, қозғалта алмады, арқасынан салып қалды, қан саулады, әзер жетті. Сотқар мысық. Орманда ойнап жүрген мысық кірпіні көзі шалып қалды. Мысық кірпіні қорқытайын деп қасына тақады. Алдыңғы аяғымен кірпінің арқасына салып қалды. Мысықтың аяғынан қан саулады. Мысық аяғын қозғалта алмай дәрігерге әрең жетті. Осылай, осы секілді ғып құрауға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.